Сәлем достар, баршаларыңызға бүгін сіздерге ego приложениесі арқылы больничный лист алыштыруды көрсететін боламын. Мектепке немесе садикке қалған жағдайда сіздер больничный лист астырып справка алу керек боласыздар. Сол жайлы көрсететін боламын. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Алда сіздермен көптеген пайдалы видеолар бөлісетін боламын. ego приложениесіне тіркелмеген болсаңыздар, регистрациядан өтіп тіркеліп аласыздар. Ал тіркеліп қойсаңыздар, жерде тұрған сервисі деген бөлімге кіресіздер. Төменге қарай түсесіздер. Бұл жерде денсаулық дегенді таңдайсыздар. Денсаулық. Келесі семья деген бөлімге кіресіздер. Осы жерде сіздер өздеріңіздің қай балдарыңызға справкаға заявка тастап жатырсыздар, соны таңдап аласыздар. Және ары қарай больничный лист деген таңдайсыздар. Ары қарай сіздер өздеріңіз периодтарыңызды қоясыздар. Қай күннен бастап справканы алдыңыздар және қай күнге дейін жарамды қылып аласыздар. Солын таңдап аласыздар да, периодтарыңызды таңдап алғаннан кейін заказать услугу деген бөлімді басып, осылай егофқа заявка жібере берсеңіздер болады. Ол справка сіздердің егофтарыңызға уведомление болып келеді. Соны алып шығарып алсаңыздар болады.